тригонометрия бөлімінің бір қызықты үш есебін көрсетейін деп тұрмын. Бірінші есебі мынау міне. Жалпы түрі квадрат теңдеуге ұқсап тұр енді. Бірақ ерекшелігі сол, ортаңғы қосылғышта тригонометриялық функция бар, косинус y бар. Соған байланысты теңдеуде бір белгісіз емес, немесе бір айнымалы емес, екі айнымалы бар. X, Y. Теңдеудің X бойынша да, Y бойынша да бір пар шешімін табу керек. Міне бұл есептің ерекшелігі осында. Ал шешуге кірісейік. Әрине, квадрат теңдеуге ұқсап тұрғаннан кейін, квадрат теңдеуді ойланамыз. Және сол квадрат теңдеудің дискриминантын есептеп көрейік, не болар екен. X-тің коэффициентінің квадраты ол 16 косинус квадрат y болады. Одан 4-ке қосымша 4-ті көбейтіп азайтамыз. Бұдан 16-ны жақшадан шығарып жіберсек, косинус квадрат y минус 1 болады. Ал енді жақшаның ішіндегі ол минус синус квадратқа тең. Тригонометриядан хабары бар адамның барлығы біледі оны. Сондықтан міне дискриминантымыз біздің минус 16 көбейтілген синус косинус емес, синус квадрат y-ге тең болады. Енді бұл жерде бір айтып өтетін мәселе, синустың квадраты міндетті түрде оң болады. Оған ешкімнің таласы жоқ. Олай болса, дискриминантымыз көріп отырғанымыздай теріс екен. Ал дискриминант теріс болса, квадрат теңдеудің шешімдері жоқ. Бірақ бір құпия бар. Ал синус квадрат 0-ге тең болуы мүмкінді. Міне сол жағдайда дәл осы жерде ұмытып кетсек, біз қателесеміз қатты. Міне еске түсірдік. Олай болса, дискриминант 0-ге тең болады. Қай кезде? Синус квадрат y 0-ге тең болғанда. Немесе синустың модулі 0-ге тең болғанда. Ол не деген сөз? Ол косинус y-тің модулі 1-ге тең деген сөз. Олай болса, мына берілген теңдеудің шешімдерін міне осы жағдайларда ғана қарастыруға құқымыз бар екен. Қарастырайық. Бірінші, косинус y минус 1-ге тең болсын. Ол жағдайда теңдеуде косинус y-ті минус 1-мен ауыстырсақ, квадрат теңдеуіміз мына түрге келеді. X квадрат минус 4x плюс 4 тең 0-ге. Бұл енді өте қарапайым ғана квадрат теңдеу. Оның үстіне толық квадратқа келеді. Толық квадрат түрінде жазамыз. Одан x-тің мәні шыға келеді. Ал y-тің мәніші. Ол үшін мынау косинус y минус 1-ге тең дегеніміз ол элементар тригонометриялық теңдеу. Оның ішінде дербес жағдай. Сондықтан дәл осы теңдеуден біз y-тің мәндерін таба саламыз. Қандай бұрыштың косинусы минус 1-ге тең? Пиде. Олай болса, y тең болады. Пи қосу 2 пи k-ға. К деген бүтін сандар жиында. Жататын сандар. Олай болса, бір шешімдер тобы белгілі. Енді екінші жағдай косинус y-іміз 1-ге тең болуы мүмкін. Ол жағдайда y неге тең болады? Қай кезде қандай бұрыштың косинусы 1-ге тең болады? 0 градус. Олай болса, y 2 пи k-ға тең болады. Ал енді бұл екінші жағдайдағы квадрат теңдеуді шығарайық. Ол кезде плюс 4x плюс 4 болады. Бұл да толық квадратқа келеді әрине. Олай болса, x-тің мәні шыға салады. X тең болады бұл жағдайда 2-ге, ал y-тің мәнін тауып қойдық. Олай болса, біз есептің жауабын енді толық жинап жазайық кәні. Бірінші,
Мынау екінші жағдайда екінің алдында минус қалып кетті. Жөндеп қояйын. Олай болса, x минус 2-ге тең болған кезде y-іміз 2 пи k-ға тең болады. Бұл бір пар шешім. Бір пар шешімдер жиыны k-ға байланысты. Екінші пар шешімдер жиыны 2 және пи қосу 2 пи k. Әрине, k бұл жерде бүтін сандар екен белгілеп көрсетіп қойған жөн болатын шығар. Міне, көріп отырғанымыздай, бұл енді сәл ойлануды қажет ететін қызықты есеп. Енді келесі екінші есепке өтуімізге болады. Екінші есеп мынадай міне. Синус пенен косинустың қосындысы 2-ге тең дейді. Аргументтері әртүрлі. Бұл есептің де өзіндік бір құпиясы бар. Бұл жерде ең бірінші құпия не ол? Құпия мынада. Синус пенен аргументі қандай болғанда да, косинус аргументі қандай болғанда да, олардың мәндері минус 1 менен 1-дің аралығында ғана жатады. Міне, осыны еске түсіру керек болады. Осыны ойламаған адам бұл есепті шығару мүмкін емес енді. Ал енді бұны қалай ескереміз дегенде, көріп тұрғанымыздай, синус пенен косинустың қосындысы 2-ге тең болып тұр. Қалай 2 шығу мүмкін? Әрине, синуста 1-ге тең болса, ең үлкен мәніне, және косинуста ең үлкен мәні 1-ге тең болса ғана 2 шығады. Болды міне. Осы шартты қазір жазып аламыз. Шығатын қорытынды синус 2x-імізде 1-ге тең болады екен, ал косинусымызда ол да тек қана 1-ге тең болады екен. Сонда ғана мына берілген теңдеудің шешімдері болады. Міне, бұл екі тригонометриялық теңдеуді жүйе түрінде шығаруға болады. Қарап отырсақ, бұл екі теңдеуде кәдімгі элементар тригонометриялық теңдеулер. Екеуі де дербес жағдай. Сондықтан дербес жағдай түрінде жеке-жеке шешуге болады. Ал біріншісін шешейік. 2x тең болады. Қандай күштің синусы 1-ге тең? Әрине, пи бөлінген 2. Олай болса, пи бөлінген 2 қосылған 2 пи k-ға тең дейміз. Бұдан шығатына x тең болады. Пи бөлінген 4 қосылған пи k. Бұл бірінші. Ал енді екінші теңдеудің шешімдерін табайық. Оны астына шығара салайын, ыңғайлы болу үшін. X плюс y тең болады. Қандай күштің косинусы 1-ге тең? 0 градустың. Олай болса, 2 пи n айналым санын енді басқа әріппен белгілеуге тиіспіз. Осыны бір ескеріп қоюымыз керек. Олай болса, дәл осыдан шығатына y тең болады минус x қосылған 2 пи n-ге тең болады. Ал x-тің мәнін қазір ғана тауып қойдық қой міне. Сол x-тің мәнін алып келіп қоятын болсақ, онда y-тің мәні де шыға келеді. y тең болады. x-ті минус таңбасымен аламыз. Минус пи бөлінген 4 минус пи k қосылған 2 пи n-ді ұмытып кетпейік. Міне x пен y-тің мәндер жиыны. Әрине, бұл жерде n, k деген шамалар бүтін сандар жиынында жататын шамалар. Жауабын жазайық енді. Жауабын жазайық. Жауабы пи бөлінген 4 қосылған пи k және y-ге минус пи бөлінген 4 минус пи k және қосылған 2 пи n. Міне, көріп отырғанымыздай, бұл есепте өзіндік бір құпиясы бар, өзіндік бір қызығы бар есеп екен. Сондықтан мен енді бұны көпшілікке, оқушыларға, студенттерге ұсынып отырмын. Мынау үшінші есептің берілгені.
көріп отырмыз, өте ауыр, ұзын берілген иррационал функция, яғни түбірлермен берілген. Және түбірлердің астындағы өрнек тригонометриялық өрнек. Міне осындай үлкен ұзын функцияның графигін салу керек. Есептің талабы ол ең соңында график салу керек. Әрине дәл осы күйінде график салу мүмкін емес енді. Оны қарағаннан бір түсінуге болады. Бірінші ойға келетіні, бұл функцияны қарапайымдату керек ау деген ой туу керек. Қарапайымдатып барып, түрлендіріп барып, содан кейін ғана графигін салуға болады ау деген ой туу керек. Міне сондай ойменен біз былай істейміз. Ортаңғы қосылғыштарда екеуінде де косинус 2х бар. Сол косинус 2х-ті бірінші түбірдің астында синус арқылы өрнектейміз. Ал косинус 2х-ті екінші түбірдің ішінде косинус квадрат арқылы өрнектейміз. Мәнісі неде? Мәнісі сол, бірінші түбірдің астында тек синустарды қалдырамыз, екінші түбірдің астында тек косинустарды қалдырамыз. Мүмкін сол кезде бір нәрсе көрінетін шығар деген ойменен, міне қазір осыларды орнына қойған кезде функциямыздың түрі мына түрге келеді. Мен енді бірден жаза салайын, қызыққан оқушы өзі орнына қойып көрсе, ол қиын емес. Сонда түбірдің астында мынандай өрнектер шығады. 4 синустың 4 дәрежесі қалады өзінше. Ал екінші қосылғышымыз қосу 4 синус квадрат х болады. Қосу 1 болады. Енді түбірді қысқа қайыра салайын. Екінші түбірдің астында 4 косинустың 4 дәрежесі х қосылған 4 косинустың квадраты х плюс 1 қалады. Міне екі түбірдің астында бір-біріне өте ұқсас, бірақ біреуі синус арқылы, екіншісі косинус арқылы жазылған өрнектер пайда болады. Ал енді жақсылап қарасақ, бұл жерде де енді өте ыңғайлы бір жазуды көріп тұрмыз. Ол қалай ыңғайлы дегенде, кәдімгі қысқаша көбейту формуласына келеді бұл. Міне 2 синус квадрат х қосылған 1-дің квадраты бірінші түбірде, және қосу екінші түбірдің астында 2 косинус квадрат х-тің 1-ге косинусының квадраты. Оны оқушылар бірден көріп байқады ғой деп ойлаймын. Ал енді түбірдің астына шығармаймыз ба? Түбірдің астына шығарамыз, бірақ мына бір нәрсені тағы бір атап өтейін. Түбірдің астында бір өрнектің міне квадрат тұр. Оны түбірдің астынан шығарғанда квадрат түбірдің астынан модульмен шығаруымыз керек негізі. Бірақ жақсылап қарасақ, біз өрнектің тек оң мәнді болатынын байқаймыз. Синус квадрат ол оң болады, плюс 1 деген плюс 1. Олай болса, жақшаның ішіндегі өрнек тек оң болатын өрнек екенін байқап, біз оны модульмен шығармайық, модульсіз-ақ шығара салуға мүмкіндік аламыз. Оны атап өтіп кетейін мен. 2 синус квадрат х плюс 1 шығады сонда. Екінші түбірде де байқау керек, міне. Екінші түбірдің астындағы жақшаның ішіндегі өрнек тек оң болатын өрнек. Олай болса, оны да модульмен шығармайық, модульсіз бірден шығаруға мүмкіндік аламыз. Яғни 2 косинус квадрат х плюс 1 шығады. Бұл әрине енді айтып жатудың қажеті жоқ шығар деймін, 4-ке тең болады. Онда біз міне бастапқы берілген сала құлаш функциямызды өте қарапайым түрге алып келдік міне. Y 4-ке тең деген функция. Бұл өте қарапайым. Ал енді оның графигін оп-оңай сала салатын шығармыз. Графигін салу үшін координата жүйесін салайын, сәл қисықтау болады енді. Оны айып етпейсіңдер. Сызғышпен сызып уақыт дедім. Және Y осінен 4 нүктесін табамыз. 4 нүктесін. Және абсцисса осіне параллель түзу жүргіземіз сол 4 арқылы. 4 арқылы. Міне осы түзу Y тең 4 деген функцияның
графигі болып табылады. Міне қарап отырсақ, анау айтқан бір қиындығы жоқ екен. Әрине, бірақ енді басында кішкене тригонометриялық функцияларды қалай түрлендіруге болатынын сәл ойлану керек шығар. Сол ғана. Міне осымен қызықты бір 3 тригонометриялық есепті талдап шығардық. Біраз оқушыларға пайдалы болады ғой деген ойдамын. Пайдаланыңдар. Ұнап жатса, каналға жазылыңдар, лайк басыңдар, қолдаңдар. Комментарийлерде осындай күрделі есептерің болса, сұраңдар, талдап бірге шығарамыз, видео сабақ дайындаймыз. Бәрі сендер үшін. Жақсы.